Қазақстанда бір мақұлық құбыжық пайда болды деген хабармен мен кеше ояндым. Бәріне сәлем, мен Бахыр Жақсылықов, мен 12 жыл қазақ ютубында осындай нәрселерді зерттеумен, мистика, паранормаль деген нәрсені зерттеумен айналсам. Таңертең ұйқыдан тұрып телефоныма қарап қалсам, TikTok шулап жатыр. Не деп жатыр? Қазақстанның оңтүстігіндегі Амангелді деген ауылында бір құбыжық пайда болды деген сыбыс жүр. Бүкіл ауыл қорқып жатыр дейді. Мен ойладым, сразу, өтірік біреулер шулатып жатқан шығар деп. Бірақ TikToktағы өте көп видеоларды көріп, мен түсіндім, анаяқта реально бірдеңке болып жатыр. Мен өйткені 12 жыл бұл заттарды зерттеп келе жатырмын. Бұндай заттар криптозоология деп аталады. Криптозоологияның ішіне снежный человек, инопланетяндар, осындай чупакабралар, және де осылай малдарды қырып кетіп жүрген құбыжықтар, мақұлықтар жатады. Мен сол жаңалықты естіп не істедім? Мен ол жаңалықты естіп